Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Мерекелік дастарханымыздың сәні болатын, дәмі тіл үйіретін кереметтей балық формасындағы пачубай салатын әзірлейміз. Салатымыз өте дәмді болып шығады. Салатымызды балық формасына келтіру үшін бізге осындай формамыз қажет. Форманы кондитерлік магазиндерде сатылады бұндай форманы. Салатымыздың формасын дайындап алдық. Енді құрамына қажетті заттар дайындап аламыз. Алдын ала пісіріп дайындап алған жұмыртқамызды теркамыздың үлкен жағынан өткізіп аламыз біркелкі қылып. Осылай жұмыртқамды өткізіп дайындап алдық. Енді пісіріп дайындап алған сәбізімізді де теркамыздың үлкен жағынан өткізіп аламыз. Салатымыздың құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай сәбіздерімізді де біркелкі қылып өткізіп алдық. Енді картошкамызды да пісіріп дайындап алған теркамыздың үлкен жағынан өткізіп аламыз. Осылай картошкамызды да өткізіп алдық. Енді қызылшамызды да теркамыздан өткіземіз. Осылай қажетті заттарымызды теркамыздан өткізіп алдық. Пачуба салатына негізі сельт қосады. Біз отбасымыздан сельтті ұнатпайтын болғандықтан мен етті пісіріп, осылай 4-5 етіп майдалап, турап қостым. Осылай дайындап алдық қажетті заттарымызды. Бізге салатымызға қажетті заттарымыз сәбізіміз, жұмыртқамыз қажет, картошкамыз, етіміз, желатиніміз, майонезіміз, қызылшамыз және балық формамыз қажет. Барлық заттарымыз дайындап алдық. Енді салатымызды дайындаймыз. Ең алдымен жылы 90 грамм суымызға 15 грамм желатиніміздің барлығын бірден қоспай араластырып отыра қосып, біркелкі қылып араластырып аламыз. Түйіршіктерін бәрі кету қажет. Осылай салып, жақсылап, біркелкі қылып араластырып алдық желатинімізді. Енді бөлек ыдысымызды алып, 5 ас қасық майонезімізді ыдысымызға саламыз. Үстіне дайындап алған желатинімізді құйып, желатинімізді біркелкі қылып араластырып аламыз майонезіміз бен желатинімізді. Бұл салатты тез-тез жинау қажет, немесе қоюланып қалады желатин болғандықтан құрамында. Осылай біркелкі қылып араластырып дайындап алдық. Енді қызылшамызды ыдысымызға салып, осылай 5 ас қасық дайындап алған майонезімізді құйып, қызылшамызды жақсылап араластырамыз. Осылай араластырып дайындап алдық. Енді балық формамызды алып, қимылдап кетпеу үшін екі шетіне мен осылай кесе қойдым ыдыс. Дайындап алған қызылшамызды балық формасына барлығын салып, шет-шетіне балық формамызға қызылшамызды барлық шетіне біркелкі етіп салып аламыз. Бірінші әдемі қылып қызылшаны төсеп алдық балық формамызға. Екінші бірденен сәбізімізді қосамыз. Майонез ештеңе қоспай, сәбізімізді де барлық шетіне салып, осылай дайындап алдық. Үшінші піскен етімізді. Сіздер сельт ұнататын болсаңыздар, сельт қосыңыздар. Осылай барлық шетіне етімізді салып, тегістеп. Мен етімді, сәбізімді пісірген уақытта тұз қосқандықтан тұз қоспадым. Осылай еттен кейін майонезімізді барлық шетіне құйып шығамыз. Жұмыртқамызды саламыз. Жұмыртқамызды салғанда сәл-сәл шым-шым тұз қосыңыздар. Қалғандарына тұз қосқан жоқпын, қайнатқанда тұз қосқам. Осылай жұмыртқамызды салғасында сәл-сәл майонезімізді құйып, енді үстіне картошкамызды біркелкі етіп, барлық шетіне әдемі қылып салып шығамыз. Осы рецептпен 2 салат шығады пачуба балық формасындағы, сіздерге көрсетілген описание бөліміндегі. Осылай біркелкі етіп, әдемелеп, тегістеп барып салыңыздар картошкамызды. Осылай картошкаларымды барлығын салып, үстіне майонезімізді жағып, біркелкі етіп жағып аламыз. Осылай жағып алдық, біркелкі етіп. Енді үстінен
пищевая пленкамызбен жауып холодильникке 1-2 сағатқа қойыңыздар. Негізі асығыс болсаңыздар жарты сағатқа морозильникке қойып алсаңыздар да болады. Осылай салқындатып аламыз. Осылай салқындаттым. Мен 2-3 сағатқа холодильникке қойып, сосын енді ыдысымызға аударамыз. Мен осылай дастарханға ұсынатын болғандықтан осылай ыдысымызға салып алдым. Жайлап үстін баса отыра, формамыздан алғанда бірденен алмай, үстін баса отыра шетінен ауа кіргізіп аламыз. Осылай керемет болып шығады салатымыз. Енді көзін істеу үшін осындай 2 глазур шоколадты көз қылып қойдым. Негізі анар болса, үйдегі бар заттарды қойсаңыздар болады, мейіз болсын. Осымен кереметтей балық формасындағы пачуай салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Алда келе жатқан жаңа жылға дайындасаңыздар да өте әдемі. Қош сау болыңыздар.